Ассалаумағалейкум баршаңызға. Эфирде YouTube арнасы Таң ат баласы. Біздер қазір Қарабұтақтамыз, яғни Ақтөбе облысы. Бұйырса сол жаңағы Ақтөбеге қарай бағыт алдық. Қазір енді Ақтөбеге дейін 212 шақырым бар. 212 шақырым бар. Бұйырса осы Ақтөбе қаласына апаратын жолды, яғни Қарабұтақ пен Хромтаудың үстіндегі жолды түсіріп өтетін боламыз. Және де бүгін нешесі бізде, даже білмеймін нешесі екен. Газдан проблема болып жатыр. Қарап отырсаңыздар, газда қаншама көлік кезекте тұр. Ол Қостанайдан бастап бізде проблема болды. Қостанайда мен газ таба алмай, дәл осы көлік қазір осы жерден тамағымызды ішіп алып, ары қарай қозғалатын боламыз. Жалпы газ мәселесі осы Қостанайдан бері қарай жоқ екен. Бензинмен келе жатырмын. Енді көреміз. Жалпы жолдар енді мынандай болып жатыр ғой, қарап отырсаңыздар. Ямада. Бұл енді ең жақсысы шығар. Әрі қарай қандай қызықтар болатынын көретін боламыз. Және де қазір сағатты айта өтем, неше болып тұрғанын. Одан кейін 212 шақырымды қанша сағатта жетеміз, сол қызық болып тұр. Одан кейін адамдармен сөйлесіп қарайтын боламыз. Неге бұндай болып жатыр, қалай болып жатыр, не үшін болып жатыр, бұйырса. Қозғалысының барлығын нөлге түсіріп тастадым. 2 ғана шақырым жүрген екенмін. Соны қарап отырамыз. Нақты қанша шақырым барлығын айтып отырамын. Біздер енді бұйырса жолға шықтық. Міне сағат деген кешкі 5 болып жатыр. Бұйырса енді осы 212 шақырымды қанша уақытта біздер бағындыра алады екенбіз. Соны қарап өтетін боламыз. Енді міне осы Қарабұтақтан қозғалып кеттік. Бұйырса Хромтау, әрі қарай Ақтөбе қаласы. Жол әзірше қуантып келе жатыр, жайлап жүріп келе жатыр. Бәрі жақсы, бәрі керемет, көңіл-күй. Осындай азғантай ойықтар пайда болады жолда. Және де осындай фуралар өте көп. Бұл жолда енді көлік трафик дейді ғой. Сол трафик өте жоғары. Ал озуға бағыт алдық. Енді әрі қарай көреміз бұйырса. Ассалаумағалейкум. Не болып қалды аға? Оғын жарықты ямын ұстап алып 3 қора қатарынан кетті. Алдыңыздан ба? Иә. 3 қаты қашалмайған. 3 қатарынан. Артқы ма? 2 де кетті. Йо-мо-йо. Балам бар. Неге түсіріп атсың? Йо-мо. Мен жолды түсіріп атыр едім негізінде. Сіз қай жақта тұрасыз? Мен Ақтөбеде тұрам. Қаяқтан кетсіз? Қарабұтақ. Қарабұтақ пен Хромтаудың жолы вообще масқара ғой, я. Қазақстан бойынша, иә. Міне ямадан ана жерде міне. Қай ямы? 3 қора қатарынан кел. Міне яма. Осы ешқайды қаша алмайсың. Байқаңдар. Мына ямы ма? Міне мына яма. Міне яма. Нарышы. Міне осы ям. Жол деген мынаумен санағанда вообще одан да жоғары. Иә, одан да жоғары. Енді қарап отырсаңыздар, бір кілттің жобасында, иә? Бір кілт. Бір кілт. Содан 2 аяғыңыз бірде, 2 доңғалаңыз бірде кетті, 2 аяқ. Алды түсті. Енді бұл жерден тура үшеу қатар келді ғой. Қаша алмайсың ешқайда. Болмаған. Жол осылай. Енді міне шамалдан кейін дұрыстап от, жақсы жолға түсеміз. Жақсы жолға түсеміз ба? Қазір біздер жобамен Қарабұтақтан 50 шақырым жүріп кеттік. Иә, 50 шақырымда жүріп келдік, көреміз енді жақсы жолдарын. Мына қарап отырсаңыздар, ана жерде тастап кеткен ғой міне. Осылардың кесірі ғой? Қалпақтар ұшып атқан. Иә. Ана жерде бір қалпақ жатыр.
километр ма одан кейін істеп жатыр, жақсы жолға түсесің. Хромтаудың бәрін жасаған ба? Жасап жатыр нормально. Жасап жатқанда полный асфальтты ма әлде не жамау ба баяғы? Жамау. Ой, ол жасаған. Кейбір жер жамап жатыр да, кейбір жер істеп жатыр, төсеп жатыр. Алып тастап па? Алып тастап. Бетін осылай құйып жатыр. Болды, жарым шықпады деп. Болды. Жақсы аға. Жол болсын. Жалпы 50 шақырым жүргеннен кейін манағы ағамыз айтқандай дәл осындай жақсы жолға түстік. Енді бұндай жол енді бұрыннан жақсы болып кету керек еді ғой негізінде. Автобан ғой бұл деген. Бүткіл Қазақстанның кәдімгідей экономикасының барлық жолдарын қосатын осы жол негізінде Ақтөбедегі. Европаға шығатын жолдардың ең ауқымдысы да, қарап отырсаңыздар. Мына жерде 80 деп қойған, 12 километр жүру керек. Ол неліктен олай, қазір көреміз. Себебі жол жасалып жатыр, мүмкін соған шығар. Және де мынандай жол белгісі тұр, яғни толқын 6 шақырым. Міне мына жол енді жақсы, өте керемет болып тұр. Алдымызда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жүк көліктері енді мүмкін емес. Өте көп. Қуанышымызға орай, елде қалай жол қайтадан мынандай болып кетті. Жалпы жөндеу жұмыстары әлі жалғасуда. 59 шақырым жүрген кезде, яғни 9 шақырым жүрдік, әдемі жолмен жасалып жатқан. Көріп отырсаңыздар, техниканың барлығы жол бойында тұр, және де көліктер келе жатыр. Қараңыздар, көлік тұрып қалған, бұзылып қалған. Соның кесірінен қаншама кептеліс болып жатыр. Масқара ғой бұл, масқара. Сонда обочина жоқ та, обочина. Бір сүріп өткен мына жолды да, бірақ ажандағы қандай жыртылып атқан жолдары әлі бар да. Әлде бұл жол сүрген жоқ па? Мен вообще түсінбей жатыр негізінде. Неге бұл соншама кептеліс болып қалды мына жер? Тағыда бір көлік тұрып қалды осы жерде, жолдың бойында. Шыны керек енді білмеймін бұған не болған. Соның кесірінен қарап отырсаңыздар, қаншама көлік тағыда кеткен. Жүріс 0. Жүріс жоқ. Мына жол кептелісін қараңыздар. Мына енді масқара, мына енді адамның жолын байлайды ғой, былай айтқанда да. Мына кептелістің шиті жоқ.
бізге қарама-қарсы келатқан көліктердің. Енді біздер әне міне деп әйтеуір 20-мен жүріп келе жатыр. Бұлар тек тұр былай айтқанда. Бұл жерде енді тек қана біздер 62 шақырым жүрдік. Біздің сағат неше екен қазір? Қарап жүрші. 56. Бір сағатта тек қана 62 шақырым жүрдік. Білмеймін. Жалпы енді бір сағатта құрғанда 100 шақырым жүруіміз керек қой, 100-бен ұстап отырғанның өзінде. 80-мен отырғанның өзінде 80 шақырым жүрсек екен хотя бы. Сегіз шақырым жүрген кезде Бөгетсай ауылына келіп жеттік. Бұл жерде енді кішігірім кептеліс болып қалды. Жолдың жиегінде жол жөндеу көліктері тұр, техникалары. Манағы жолдан көріп отырсыздар, бәрін қырып тастаған. Жол салуға дайындап жатыр. Және де мына жерде Бөгетсайдың үстінен асфальт төсеп тастаған. Бірақ жолақтары жоқ әлі, дайын емес. Тек қана осылай жылтырлатып асфальт төсеп тастаған. Осылай ауылдың үстімен келе жатырық енді. Енді бір кішкене жолымыз өнетін шығар деген үміттеміз. Әрі қарай қалай болатынын білмеймін. Көріп отырсыздар Бөгетті, және де бұл жүк көлігін, екі жүк көлік қарама-қарсы сыймағандық кесірінен бөгет болады екен осы жерлерде. Енді бұйырса жол салып жатса, дәл осы көпірді де үлкейтіп кеңейтіп жіберетін шығар. Қазір мына қарама-қарсы келатқан көліктердің барлығы арғы жақта кішкене кідіріп қалады. Себебі біздің жолдағылар өтіп кетеді. Одан кейін дәл солай бір-бірін жіберіп отырады. Бөгетсайдан өткеннен кейін жолдың барлығын жасақ қойған, және де жолақтарының барлығын сызып, дәл осылай сықитып қойған екен. Енді көреміз, бұл жол әрі қарай қаяққа дейін жалғасады, Хромтауға дейін бара ма, бармай ма. Оның барлығын қазір видеода айтып отыратын боламын. Сондықтан да арнадан алыстамай, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Жалпы міне 98 шақырым жүрген кезде дәл осындай жол болып тұр. Бұл жол енді айта алмаймын 100% әдемі екен деп. Әйтеуір бұрынғы жолынан жақсы. Себебі бұрынғы жолды өздеріңіз білесіздер қандай күйде болғанын. Енді Алла сақтасын, мына жерде енді көріп отырсыздар қандай жол апаты болғанын. Мүмкін емес. Білмеймін қашан болғанын. Енді бұған мен тоқталмай-ақ қояйын. Жалпы бұны түсіріп жарияда қылмай-ақ қояйын. Енді Алла сақтасын, барлығымызға жолда жүріп қой. Дегенмен де жаңағы жағдай мүмкін емес. Енді үлкен жүк көліктің астына жеңіл көлік кіріп кеткен. Және де концерный банкі болып қалған. Масқара болып жатыр. Алла сақтасын. Алла барлығымыздың да жолымызды ашсын. Жолымыз ақ болсын, әрдайым жолда жүрген жігіттер. Ладно, темадан ауытып қалмаймыз. Жаңа қарап отырсаңыздар, бұл жол енді тағы да бір слой сұрап тұрған сияқты. Себебі жүріп жатқанда волнаның барлығы сезіліп тұр да. Бұл жерде әлі көріп отырсаңыздар, жолдың жолақтары да сызылмаған. Дәл осылай колонна болып келе жатыр. Енді бұл белгілі ғой, бұл жерде сплошной сызық жататын. Сондықтан да озбаймыз, жайлап жүріп кете береміз. Жалпы 103 шақырым жүргеннен кейін осы бұрынғы жолына түстік. Бұрынғы жолда әйтеуір жамалып едәуір бір жақсы болып қалған сияқты, бірақ
жақсы болған дымы жоқ, бәрі толқында. Манағы жасалған жолдарда бұндай кептеліс жоқ еді. Енді жүк көліктері мына жерде көбейіп кеткен, көріп отырсыздар. Сәл алға қарай бүйтіп шығатын болсам, барлығы көрініп тұр. Көріп отырсаңыздар, бұл деген бұрынғы жолының күйі. Бұл енді барлығы толқын болып кеткен. Толқын болу себебі де бар ғой. Бұл жерден жүк көліктің енді неше түрі өтеді. Олар да шыдамайды оған. Дегенмен де сапалы жол салатын болса, барлығына төтеп береді оған негізінде. Барлығы толқында жыртылған, тесілген, жамалған. Осы жолмен қаншама жылдар бойы біздер жүріп келе жатырмыз. Соны жүрмес үшін де базоймен айналып өтіп жүрген жайымыз бар. Қаншама шақырым ұтасың, қаншама уақыт ұтасың бұл жолмен, қаншама жанармай ұтасың дегенде бар. Және де көліктің ходовкасы бір жақсы. Қараңыздар, мына жол енді жүргізбейді ғой былай айтқанда. Қараңыздар, жолдан шығарып баратыр ғой әрбір колеясы. Уф деп бір әлең бір жолға түскен кезде қуанышым көпке ұзамайды. Жалпы міне 115 шақырым жүргеннен кейін Хромтауға жақындап келе жатыр. Хромтаудың үсті енді жолдары идеальный. Бұрыннан бері осындай бір тым жақсы болып тұратын нәрсе емес пе өзі? Қалай ойлайсыздар? Неге бұл мынандай күйге түсіп кетті? Соңғы неше жыл екен? Соңғы 30 жыл ғой. Соңғы 30 жыл секілді. Себебі бос жолда қашан өттім? Су қалай тани көзімді осы жолдың үстімен өткелі, осы жолмен дәл осындай күйде танимын да. Ал мына жерде бірақ өкінішке орай болып жатыр. Менің түсінігім бойынша кәдімгідей 100% шаршап қалған жақтарының барлығын кесіп алып тастап, үстінен асфальт құйып тастаған сияқты. Ал нормальныйлары дәл солай қалғанда. 121 шақырым жүргеннен кейін дәл осындай Хромтауға кіріп, Хромтауға жақындап қалды. Ауылдың өзіне, Хромтаудың өзіне жақындап қалдық. Кептеліс білмеймін, мүмкін емес. Ар жағында темір жол мекен. Бір баяда бір темір жолдардан өтетін едік, есімде. Әлі жүріп бәдік. Сағат неше? Конкретно уақыт айтшы. Сағат деген 18:48. 2 сағатты уақыт өтті жобамен. Әлі жүріп бәтірген. 2 сағатта енді жобамен болғанда Ақтөбеде болуымыз керек қой негізінде. Жалпы енді жол жасап жатыр екен деймін да, демлеп. Темір жолдың өтетін жолға жақындағасын сәл жолда бір кеңейтіп жіберуге болмады ма екен? Қарайған уақыт тұрдық қой ана жерде. Йо-моё. Енді ауылдың ішіне кіріп келе жатыр. Ауылдың іші енді жақсы болып қалған жол деген. Қуаныштымын. Хромтау халқы осындай жол салып беріп жатыр. Үкіметтеріңіз құтты болсын. Көшесіне дейін жалпы асфальт салып берген, өте керемет. Ал міне Хромтаудан шығып бара жатырық. Бәрі керемет. Алла шүкір, енді сонда былай қарасақ нешеде шықтып еттік? Сағат неше қазір? 5-те шықтық точно. Точно 5-те шықтық. 2 сағатта әдемі өтіп кеттік бұл жолды. Маған ұнап тұр. Енді ары қарай Ақтөбеге дейін қанша бар екен? Білмеймін точно. 100 бар, иә. 100 бар ма? В чем сила, брат? Сергей Бодров. Әйгілі брат кинохикаясындағы басты рөлді орындаған актер. 138 шақырым жүрген кезде қайтадан бұрынғы жолына түсіп кеттік.
енді арғы жақтан бері қарай ағып жатқан көліктердің саны енді шегі жоқ. Себебі жолды көріп отырсыздар. Қайта олар. Қараңыздар. Болады. Бұл жол болады, жақсы болады. Жасаса егер. Әрине. Бұл деген Европаға шығатын жолдардың бірі Қазақстанның. Жақсы болу керек бұл жол деген. Кешегі мысалға Астана Щучинск трассасын жүріп көрген кезде, о, керемет, кәдімгідей шаршамайсың. Круиз контроль қойып қоясыз, 110-120-ға әдемі кете бересіз ғой. Мына жерде енді білмеймін енді. Дәл сондай жасап тастау керек еді, сол Қызылордаға дейін жалғап та былай қарағанда. Қызылорданың арғы жағына шығатын кезде, Түркістанның жолына жалғап тастасақ, арқайын екі жолақпен әдемілеп отырамыз ғой, ешкіммен шаруамыз жоқ. Сол кезде жол апаттары да азаяды, былай қарасаңыздар. Мына жолда енді азаймайыз, көбеймесе азаймайды бұл жолдарда. Аллаға шүкір салынып жатыр ғой бәрі. Мына қарап отырсаңыздар, жолдың арғы бетінде, яғни сол жағында Ақтөбеге кетіп бара жатқан кезде техникалардың барлығы жұмылдырылған, осы жерге жұмыс жасап жатыр. Және де жол салып жатқан сияқты. Жаңадан жол салынып жатқан сияқты. Сияқты емес, кәдімгі жол салынып жатыр ана жерде. Көзім жетіп тұр анық. Қараңыздар. Бұл қуанышты жаңалық негізінде. Өте жақсы ғой, бұнда осындай үлкен жол салып тастаса. Қараңыздар. Міне бұлар негізінде істейін десе істей қояды ғой жалпы. Проблема емес бұл негізінде. Жол салып тастау. Тек қана бір добросовестный кәдімгі подрядчикке тапса жол салатын. Солар техникалармен келетті, ақшасын берсе барлығы бітетті де қояды жолдың. Жалпы 147 шақырым жүргеннен кейін білмеймін, мынандай болып тұрып қалдық. Қаншама көлік тұр алдымызда. Не болып тұрғанын түсінбей жатырмын. Телефон бере тұр маған. Біріне кетсе мынаған бере қойш. Вертак болып кетті ғой. Телефонын берші мен. Ақтөбеге жете алмай қалдық қой енді, не де болса. Қараңыздар. 19:25, 149 шақырым жүрдік. Енді ұзалмай келе жатырмық қой. Бұрынғы ескі жолына түстік. Ескі жолын жамаған, үйткен. Сондайлар бар. Жаңағы темір жолдың қасына келіп қалған екенбіз ғой өтетіннен да. Сол себепті жарты сағаттай ма, 20 минуттай ма тұрып қалдық. Күтіп қалдық сол жерде. Жол салып жатыр екенсіздер, өтініш бір кішкене кеңірек салып жіберген жақсы болады да. Хромтаудан шыққаннан кейін жасалған жолдары бар, жасалмаған жолдары бар, баяғы ескі. Былай айтқанда, осы жолмен жүруге болады ау деген жолдарды әзірше жөндеп жатқан жоқ. Бірақ кәдімгідей діңкесі құрған жолдардың барлығын осылай жаңартып тастаған. Қуанып отырмын кәдімгідей. Себебі бұл жолдар жақсы болса, бәрімізге де жақсы да. Осы жолдармен тынышымызбен жүреміз ғой, бұл айтқанда әдемілеп. Енді біздер сонау Қазақстанды бір айналып келе жатқан жайымыз бар. Ақтаудан шығып, Алматы, және де Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, енді міне Батыс Қазақстанға кіріп, қуанышты болып келе жатқан жайымыз бар.
оның үстінде жаңағыдай жол жөнделіп жатқасын өте керемет болып тұр. Жалпы толықтай видеоны бұйырса алдағы уақыттарда көре аласыздар. Жақсы видеолар шығады деген ойдамын. Әңгіме айтып отырған кезде ескі жолына түстік, қазір көріп отырсыздар. Бұл жолда шаршататын фуралар ғой, былай айтқанда. Фуралар өте көп, жүк көліктері, үлкен жүк көліктері өте көп. Кәдімгідей колонна, жаңағы целый состав, вагон сияқты жүріп бара жатыр. Солардан барлығынан озамын деп жүрген кезде қарайған уақыт өтіп кетеді. Сәл тоқтап қалсаңыз, олар фаң тағы өтіп кетеді, одан қайта озу керек деген сияқты ғой. Жалпы екі қарама-қарсы бір бағыттағы жол жасап берсе керемет болады ғой. Сол кезде фурамен де басқа көлікпен де шаруаң болмай, өзіңмен өзің әйтеуір бір шетте кете бересіз ғой домалап. Мына жер қиын да негізінде. Мына жерге міндетті түрде үлкен автобан керек, осы жолға. 192 шақырым жүрген кезде дәл осындай батыс жер деген алдымызда кемпинг кездесті. Жалпы біздер бұлай жүрген кезде осы жаққа келіп тоқтаймыз. Газ міне көріп отырсаңыздар, проблема болып тұр. Паталоным дейді, қайта паталоным не қылған талон екен бітпейтін. Жалпы жолдың бағытын көрдіңіздер. Енді сонау Қарабұтақ, Хромтаудың жолдары жасалып жатыр. Жасалып жатқан кезде жасалған жерлер де бар, жасалмаған жерлер де бар. Одан кейін Хромтау, Ақтөбенің өзі, ол жерде де жасалған жерлер де бар, жасалмаған жерлер де бар. Осы өзінің жолынан бөлек тағы да жанынан үлкен жол салып жатыр, ол қуантып жатыр мені. Өте керемет болады деген ойдамыз. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.